Қазақ тілі пәні 72-ші сабақ 24-ші жаттауға қараймыз. Мәтіндерді оқып, олардың қайсысы көркем мәтін, қайсысы ғылыми танымдық мәтін екенін анықта. Білесің бе бұл істі? Зергерлікке кім дайын? Балқытып ап күмісті сапырады судайын. Осы жұмыс ырғағы, білезікпен алқаны, сақи наны сырғаны, күміс сымнан тартады. Фариза Оңғарсынова. Зергер алуан түрлі сәндік бұйымдар мен әшекей заттарды айшықтап жасаушы. Қазір зергер жасайтын бұйымдардың көбі механикалық әдіспен шығарылады. Алайда зергер жасаған дара бұйымдар өз құндылығын жоғалтқан жоқ. Қазақ мәдениеті энциклопедиялық анықтамалықтан алынған. Екі мәтінге ортақ тақырып не деп ойлайсың? Екі мәтінге ортақ тақырып зергер, екеуі де зергер туралы айтылған. Екі мәтінге ортақ тақырып қоюға бола ма? Болады. Мәтіндерін зергерлік сөзіне сұрақ қойып, оларды зат есім негізгі және туынды түрлеріне ажырат. Зергер. Кім? Зергер. Негізгі зат есім зергерлік. Не? Зергерлік. Туынды зат есім. Зергер деген түбір сөзге лік деген жұрнақ жалғану арқылы туынды сөз жасалып тұр. Мына жерде бізде бірінші мәтін көркем мәтін, екінші мәтін ғылыми танымдық мәтін. 25-ші жаттығу мәтіннің қатесін түзеп жаз. Алтын мен күмістен әшекей бұйым жасайтын зергерлер ел ішінде аса құрметті болған. Олар әйелдерге арналған сырға, сақина, білезік, белдік, жүзік, ал ерлерге арналған кісе, шақша, балдақ жасаған. Қараймыз, алтын мен күмістен әшекей бұйымдар жасайтын зергерлер де емес, зергерлер, көптік жалғауы жалғанып тұр. Олар әйелдерге арналған сырға, сақина емес, сақина. Айшығы жоқ болмайды, білезік, белдік, жүзік, ал ерлерге арналған кісе, шақша, балдақ жасаған. Енді жерде бірінші сөйлемге қараймыз. Алтын мен күмістен әшекей бұйымдар жасайтын зергерлер ел ішінде аса құрметті болған. Кімдер зергерлер? Зергерлер. Бұл жерде көптік жалғауы жалғанып тұр. Негізі бұл негізгі зат есім. Алтын мен күміс. Бұл жерде не? Алтын, күміс. Негізгі зат есім. Бұйымдар. Көптік жалғауы жалғанып тұр. Бұйымдар. Бұл жерде де негізгі зат есім. Олар әйелдерге арналған сырға, сақина, білезік, белдік, жүзік, ал ерлерге арналған кісе, шақша, балдақ жасаған. Әйелдерге көптік жалғауы жалғанып тұр. Әйелдерге зат есім сырға, не? Сырға, сақина, білезік, белдік, жүзік, кісе, шақша, балдақ, бұлардың барлығы да зат есім екен балар. Қарамашылықта сөйлес, өрнектерге және олардың түсіне қарай әріптерді қойып мақалдарды оқы дейді. Өнер алды қызыл тіл. Мақалды жаз және ондағы зат есімдерге жұрнақтар қосу арқылы туынды зат есім жаса. Өнер, түбірі өнер, лі жұрнақ жалғанған кезде жаңа сөз туындап тұр. Тіл, түбірі тіл, ші жұрнақ жалғану арқылы жаңа сөз туындап тұр екен. Шешуін тап, жұмбақты оқып шешуін тап. Құрып қойған өрмегін, ұршықтарын ойнатып, сәнді мата өрнегін жасайтын кім? Жайнатып. Бұл тоқымашы екен. Кім? Тоқымашы. Енді өрмек сөздерін және жұмбақ шешуіндегі сөздің мағыналық айырмашылығын түсіндіреді. Бұл жерде өрмек дегеніміз тоқу дегенді білдіреді. Мысалы, кілем, киім, киіз тоқу. Ал енді өрнек дегеніміз бар. Сол кілем, киіз, кеметтің бетіне
Өрнектелип салынатын ар түрдүү оюларды өрнек дейт экенбиз. Экөөнүн айырмачылыгын түшүндүк балдар. Алдаки сабагыбызда жиберип алмаш үчүн арнабызга тиркелип лайк басууду унутпаңдар.